Саламатсың ба балақай? 119 сабақ диаграммалар. Бүгінгі сабақта диаграмманың не екенін білетін боласың. Бірінші тапсырма. Біз жемісті жақсы көреміз. Ол пайдалы өнім. Сурет пен пиктограммаға қара. Әрбір қонаққа жемістің әр түрінен біреуден жете ме дейді. Біз ең алдымен қонақтарымызды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы 6 адамға мына 3 жемістің түрі берілген. Алма, сары өрік және қара өрік. Осы 3 түрінен мына 6 қонаққа жете ме? Қане қарап көрейік. Диаграммада сары өрігіміз сары түспен боялған. Олымыз сары өрігіміз санасақ 10 дана екен. Қонақтарымызға толығымен жетеді. Бізде 6 қонақ бар. Келесі, қара өрігіміз 9 дана екен. Бұл да 6 қонағымызға толықтай жетеді. Ал алмамыз 5 дана ғана екен. Бұл 6 қонағымызға жетпейді. 5-еуіне жетеді және бір адамға ғана жетпей қалады. Бірінші тұрған бұл пиктограмма. Пиктограмманы білеміз. Ал екінші тұрған диаграмма. Бұл диаграмманың пиктограммадан айырмашылығы, оған суреттер пайдаланылмайды. Біз пиктограммада суреттер қойып, сол суреттер арқылы құратынбыз. Ал диаграммада сурет қолданылмайды. Тек жаңағыдай шкала бойынша, есептеу бойынша қойылады. Екінші тапсырма. Сенің достарың қандай жемістерді жақсы көреді? Диаграмма құр. Ал енді диаграмма құрып көрейік. Менің 5 досым бар. Оның 5-еуі де алманы жақсы көреді. Алманы 5-ке дейін боядық. Келесі алмұрт. Алмұртты 4-еуі жақсы көреді. 4-ке дейін боядық алмұртты. Ал өрікті 1-еуі досым ғана жақсы көреді. Өрікті 1-ге дейін боядық. Диаграмманы осылайынан құрастырамыз. Сен де достарыңнан сауалнама жүргізіп, осылайынан диаграмма құрсаң болады екен. Үшінші тапсырма. Сұлба бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Сұлбаға қарап есеп құрастырайық. Бізде қарбыз 5 килограмм, асқабақ белгісіз, бірақ 3 килограмм артық. Сонда табу үшін, асқабақтың салмағын табу үшін 5-ке 3-ті қосамыз, 8 болады. Жауабы асқабақтың салмағы 8 килограмм екен. Енді кері есеп құрастыратын болсақ, қарбызымыз белгісіз, бірақ 3 килограмм кем. Ал асқабақ 8 килограмм. Табу үшін, қарбыздың салмағын табу үшін 8-ден 3-ті азайтамыз, 5 шығады. Жауабы қарбыздың салмағы 5 килограмм екен. Төртінші тапсырма. Диаграммада қанша зат бейнеленсе, дәптеріңе сонша дөңгелек сал. Дөңгелектерді диаграммадағы түстерге сәйкес боя дейді. Бізде диаграммада доптың суреті салынған. Қанша доп бар? 5 доп бар. Дәптерге дөңгелектер салып, сол әр дөңгелектің тұсына сол түспен бояймыз. Бесінші тапсырма. Ненің жеңіл екенін анықта дейді. Асында алма мен алмұрт дейді. Бізде не берілген? Алма, апельсин, алмұрт берілген. Бірінші ең ауыры қайсысы, соны тауып алайықшы. Алма мен апельсиннің қайсысы ауыр? Апельсин ауыр. Екінші суретте апельсин мен алмұрттың қайсысы ауыр болып тұр? Алмұрт ауыр болып тұр. Сонда ең ауыры алмұрт. Ал ең жеңілі сонда алма болып тұр екен бізде. Әсінде алма немесе банан дейді. Бірінші суретінде алмұрт пен алма тұр. Қайсысы ауыр? Әрине алмұрт ауыр болып тұр. Екіншісінде алмұрт пен банан. Қайсысы ауыр? Банан ауыр болып тұр. Сонда ең ауыры банан, ал ең жеңілі алма болып тұр екен. Сонда асында да, әсінде де ең жеңілі алма екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Келесі сабақты көру үшін подписацияны басып, лайк басуды ұмытпа.